Ал келгенде ақ жайықтай аймағыңнан, қырандай қанатыңды жай бауыржан. Нұр Отанның тізгінін ұстап тұрған Бауыржан Бәйбек ағам бай Бауыржан. Жүйрейде Бауыржандай ұстазы бар, сен өте сенімдісің ай Бауыржан. Қазылар өлтірсең де айтып өлтір, бүгінгі қарсыласым қай Бауыржан. Жұрт назарын ерекше бөліп тұрған, көрген адам күлкіден өліп тұрған. Тұмау тиген адамдай тұмшаланып кепсін ғой, боран жоқта соғып тұрған. Домбырасына бір түлкі байлақ қойсаң, Туғаның образына еніп тұрған. Үстінде 15 кила шапаны бар, басында 9 кила бөрік тұрған. Қарқаралы басындағы арша құсап, төбесінен бір шашақ өніп тұрған. Самолетта киімі перевес боп, амал жоқ пойызбенен жорық қылған. Мен сені қонақ үйде көрген кезде бөлмеңіз чемоданға толып тұрған. Сарайға такси емес газель жалдап, салонды киім-кешекпен толықтырған. Бауыржан бауырыма сөз берейін, 17-ші ғасырмен жолықтырған. Қолына 4 чемодан ұстап алып, бар жоғы бір шапанмен келіп тұрған. Үстінен арқа деген алып келдің, ағайын өздеріңдей халық көрдім. Батырдың киімімен шығып тұрмын, баласем батыс деген даңқ делдің. Арқада айтыс болады дегеннен соң чемоданды арқалап шауып келдім. Жандарбек 4 чемодан деп шатастырма, мен 6 чемоданды алып келдім. Сен көрмеген тағы 2 чемоданға 2 туфлиімді салып келдім. Айтсу керек бізге қысқа жылдам, Жандарбек шапан емес ұста жырдан. Қай Бауыржан қарсыласым деп айтасың, бауырым аспандамай түс тауыңнан. Нұр Отанды басқарған Бауыржанды Құдайым айырмасын күш қажырдан. Мен Бауыржан, сізде бір Бауыржансыз келген Нұр Отан деген күш дауылдан. Аттасыңызға болсатын шығарсыңыз, осынау біз сыналған тұста жылдан. Бауыржандай бір ағам қазды отыр, ұшуың оңай болар ұшпауыңнан. Бауыржан дегенде айналып өте алмайсың, партия төрағасы мен ұстазымнан. Қай қарсылас Бауыржан деп қайқаңдама, бүгінгі қарсыласың үш Бауыржан. Бұйырыпты сенімен шабу бірге, бұйырмысы осы ғой тәңірдің де. Айтысқа біраз шықпай кетіп едің, жоғалып енді қайта табылдым де. 30-ға таяғанда қайта шықтың, бағыңмен шапсын деймін, бабың бірге. Барған жерден кететін шапан іліп, Жандарбек деген дүлдүл дарыммын де. Сәкеннің елі жапқан бұл шапанды, бәке сәкелеріңе жау жүрме. Ай, Бауыржан отырған сол қаптал жақта, қақшаңдап келе берді-ау қақпан жаққа. Айтысқа келді менен кеттін айтып, сендерде одан басқа ақбар жоқ ба? 30-ға кеп өнерді бастап жатсам, айналаңнан жауыз деп аттандатпа. Бауырым мен ол үшін қам жемеймін, әлі талай жетеріміз бақтан баққа. Мен түгіл талай адам қартайса да, қайтадан шаң шығарып шапқан жоқ па? Нұрғали нүсіп жанып 80-ге кеп өмірді енді бастап жатқан жоқ па? Ал келген жерім жайықтың дәлғасы деп, отырсың сырымдаттың жалғасы боп. Батырдың киімі менен шықтым дейсің, мен сені ойлап қалдым қолбасы деп. Екі шимадан көтерсең, туфли үшін еріккен адамсың ғой, шаруасы жоқ.
Саптам етік болса ғой аяғыңда, тұрар ең үзеңгіңді жауға шіреп. Лакированный топлимен жауға шапқан батырды көріп тұрмын алғаш рет.